Әлеуметтік және медициналық көмек. Екінші дипломым да бар, отбасылық экономикадан. Мен негізі әзірше жұмыс істегеннен оқығаным көп. Осы жұмысқа не итермеледі? Ақша. Мейірімділік. Адамдарды мейірімге бөлегім келеді. Жақсы. Адамдарға көмектескім келеді. Бәлкім, осылай жақсы ма? Көңіліңізден шыға ма? Жақсы аудан екен. Мүгедектерге тартып тұрады мені. Бала күнімнен мүгедек адамдар жақсы өмір сүру үшін жағдай жасау керек. Қарым-қатынас жағынан айтам. Спорт міндетті түрде қашу деген жоқ. Өмір сүру үшін қимылдау керек. Олар өздері ештеңе істей алмайды ғой. Бірінші тәжірибемді еске түсірсем, Депорт Маретти ханымды күткен едім. Жасы келген әже болатын. Өте кәрі еді. Дүниеден озғанша қасынан бір сәт алыстамадым. Гериатрияда кейде жағымды сәттерде болатын. Бәліш тағы бір деңгелер пісіретінбіз. Айтпақшы, қағаз құжат рәсімдеуге қатысты да жөн білем. Жәрдемақы рәсімдеу деген сияқты баспанаға берілетіні. Сіз жәрдемақы алатын шығарсыз. Ол екі талай. Иван Лапрат. Иә, бірақ мен Иван Лапрат. Жоқ, отыра бер. 2 сағат болды күткеніме, болды, жалықтым. Мен кірем. Сәлеметсіз бе? Қағазға қол қойыңыз. Отырыңыз, мархабат. Ұсынымдарыңыз бар ма? Иә, ұсыным деген жетеді. Ал, айта беріңіз. Білмейм енді. Cool and the Gang, Airfu, Wind and Fire. Осыларды ұсынам. Білмейді. Отырыңыз. Бұларды білмесеңіз, музыкадан хабарыңыз жоқ деген сөз. Өзімді музыкадан хабарсызбын деп айта алмаймын. Тіпті сіздің әлгілеріңізді білмесем де, Cool ма, Soul ма? Жоқ, Cool and the Gang. Ал сіз Шопен, Шуберт, Берлиоздарды білесіз бе? Берлиозды білем бе? Берлиозды сіздің білетіңізге таңғалып тұрмын. Бұл жағынан мықты маманмын. Рас па? Кімді білесіз тағы? Қай үйден? Қай үйден дегеніңіз? Жоқ, қазір Берлиоз деген Париждің бір ауданы. Ал 19 ғасырда сазгер жазушы сыншы болған. Ойнап айтам. Білем сіздің Берлиозыңызды. Жалпы қалжыңға келгенде, музыка сияқты